Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай жолға шыққан мәңгілік ел пойызы Жайық жағасына жетті. Оралдықтар тұтастық пен бірлік идеясын ту еткен мамандар тобын құшақ жая қарсы алды. Пойыз бұған дейін еліміздің бірқатар өңірлерінде болып, жиын саны 28 мыңдай тұрғынды қабылдаған. Тек дәрігерлердің көмегіне жүгінгендер 10 мыңнан асады. Оралдағы қабылдауларға келген жұртта да сан жоқ. Әсіресе медицина, шағын және орта кәсіп салалары мен мемлекеттік бағдарламаларға қатысты көмек сұрай келгендер көп. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын атау барысында біз өзіміздің барлық жетістіктерімізді көрсетпекшіміз. Мың өліп, мың тірілген қазақтың тәуелсіздігінің 25 жылдығы деген ол біз үшін үлкен той. Былтырғы қазақ хандығының 550 жылдығының жалғасы іспеттес. Халықпенен сөйлесіп, кездесіп, әңгімелесуге, дөңгелек үстел, дәрістер өткізуге бізде мүмкіншілік бар. Соның бәрін істеп жатырмыз.